Үндістанда су тасығыш бір кісі екі шелек алып иін ағашпен су таситын болса керек. Алайда екі шелектің біреуі тесік екен. Бүтін шелек өзіне құйылған суды қожайынның үйіне сол күйі шашау шығармай жеткізеді екен. Ал тесік шелек болса, толтырып құйылған судың үйге жеткенше жол бойы сыздықтатып отырып, әрең дегенде жартысын ғана апаратын көрінеді. Бұл жағдай дәл осылай тұп-тура 2 жыл бойы жалғасыпты. Су тасушы күн сайын қожайынның үйіне толықтай 2 шелек емес, 1,5 шелек қана су жеткізіп жүріпті. Сау шелек өзінің қалтқысыз қызметін мақтаныш көрген сайын, тесік шелек байғұстың іштей мұңайғаны сонша жерге кіріп кете жаздап, ұялып, өзін қатты ыңғайсыз сезінеді екен. 2 жыл өтіп, бір күні әдеттегідей өзен жағасына тағы барғанда, шыдамаған тесік шелек су тасушыға қысыла, қымтырыла, сізден кешірім сұрасам деп едім, білсеңіз ылғи алдыңызда ұяттан өртене жаздаймын, депті назарын төмен салған күйі. Таң қалған су тасушы неге деп сұрапты. Шелек, өйткені менің бір бүйірім тесік болғандықтан, ылғи да сіз толтырып құйған судың жартысын ғана жеткізіп, өзіме жүктелген міндетті толық орындай алмай жүргеніме іштей қатты қысыламын. Менің кесірімнен сіз де өзіңізге тиесілі төлемақыңызды толықтай ала алмай келесіз, дегенде су тасушы, оған бола қайғыратын түк те жоқ. Одан да ана қожайынның үйіне баратын жолдың сен жағындағы гүлдерін бір байқап қарашы, депті жай ғана. Тесік шелек байқап қараса, қожайынның үйіне жеткенше жолдың бойы шындығында жапырағы жайқалған, иісі аңқыған небір гүлдерге толы екен. Тіпті әлгі гүлдерге қызуы жақсы түсіп тұрған күнді де байқапты. Сонда су тасушы, көрдің бе, деп сұрапты. Бұл сендегі кемшілікті менің байқағандығым, әрі оның өз жөнін тауып орайластыруымның жемісі, деп сөзін жалғастырыпты. Жолдың сен жағына әдейілеп гүлдер ектім, ал сен болсаң күн сайын өзеннен су алып қайтқанда оларды суғарып тұрдың. 2 жылдан бері қожайынға осы әдемі гүлдерден апарып таң қалдыра дастарханын жайнатып келдім. Егер сен тесік болмағаныңда, қожайынымыздың үйінде бұндай әдемілік болмас еді, деп түсіндірген екен. Пенде болған соң тесік шелек секілді әркімнің де өзіне мәлім кемшіліктерінің болары сөзсіз. Алайда кемшіліктен қуыстанып қорқа беру де жөн емес. Қайта сол кемшіліктен де адам өзіне қажетті үлгі ала білсе, оның да басқалардың қуанышына жарамасына кім кепіл.